Сәлем, сендермен бірге біз қысқаша шолу. Бүгін мен жоқ жерден келген қыз, тай мистикалық антология триллерлерінің сериясынан «Сәлем Со» деп аталатын эпизод туралы сөйлесемін. Бірінші сахнада бізді Таиландтағы беделді орта мектеп таныстырады. Мектептің филиалы Нанна есімді жаңа оқушыға экскурсия жүргізеді. Ол оған әр сыныпты көрсетеді және Нанноға бөлмелерді жақсы жабдықтау үшін ақша берген ата-аналардың есімдерін айтады. Мектеп ата-анасының қайырымдылығымен жұмыс істейтіні түсінікті. Бай студенттер құрметтеледі, ал кедейлер зардап шегеді. Нанна мектептегі бөлмелердің біріне иелік ету үшін ақы төлеуге рұқсат етілгенін сұрайды. Әйел оның сөздерін ескереді және өз кезегінде оған ақша үшін ескі сынып бөлмесін береді. Содан кейін Нанна сыныпты өзінің жеке кабинетіне айналдырады. Басқа жерде миллионер кәсіпкер Диноның Ұлыбританиядан достарына сыйлықтардың толық сөмкелерін әкеледі. Ол сол жерде тұратын ата-анасына қонаққа барды. Диномен бірге Ұлыбританияға сапарда болды. Оның достары оларға кім көбірек сыйлық әкелетініне бәс тіккен болатын және Дино жеңді. Достар байлық тұрғысынан бір-бірімен бейсаналық түрде бәсекелеседі. Дино топтың айтылмаған көшбасшысы және олардың ішіндегі ең байлары. Одан бір қалада болған кезде неге оны кездестірмегенін сұрайды. Оған Дино отбасымен уақыт өткізгісі келетінін айтады. Топ Диноны тек ақшасы үшін жақсы көретіні анық. Ол бұл фактіні біледі, бірақ оны қолдануға қарсы емес. Топ жаңа оқушының мектептегі алғашқы күнде өзі үшін бүкіл сыныпты сатып алғанын біледі. Ақыры Диноның бәсекелесі болды. Ол оған риза емес. Олар Нанна туралы сөйлесіп жатқанда, ол сыныпқа кіріп, мектептен бөлме сатып алғанын растайды. Оның айтуынша, ол студенттерге өз кезегінде ақшаға қалағанның бәрін алуға көмектесетін өз компаниясын ашады. Ол барлығына өзінің визиткаларын береді. Бұл оның компаниясының ұраны, бәрін ақшаға сатып алуға болады деп мәлімдейді. Осыдан кейін мұғалім кіріп, оларға соңғы тесттің барлық нәтижелерін береді. Дино әдеттегідей жақсы бағалады. Осы уақытта пап ашуланады, өйткені ол әкесінен жаңа мотоцикл алу үшін 3-тен жоғары балл алуы керек болғанда, ол 2,5 пай жинады. Нанна оған өз компаниясы арқылы көмек ұсынған кезде, ол өмірдің әділетсіздігіне шағымданады. Ол оларды кеңсесіне әкеліп, қызмет үшін папқа 15,000 бат ұсынады. Ол қалаған мотоциклмен салыстырғанда өте арзан болғандықтан, ол оған ақша беруді шешеді. Сонымен қатар, топ оның шындықты айтып жатқанын тексергісі келеді. Ақшаның толық төленгенін растағаннан кейін Нанна тесттің нәтижесін сұрайды және оны қағаз ұсақтағышпен ұнтақтайды. Топ есеңгіреп қалды, бірақ содан кейін Нанна ең жақсы нәтижемен жаңа жұмысты басып шығарады. Бұл басқаша көрінеді, сондықтан оның ата-анасы жалған екенін байқамайды. Ол нәтижеге риза болып, оған алғыс айтады. Нанна олар үшін басқа да көптеген нәрселерді жасай аламын деп мәлімдейді. Бұл не екенін сұрағанда, ол күлімсіреп бәрін айтады. Осы күннен бастап оның бизнесі тез дамып келеді. Студенттер тобы кеңсесінің алдында бірнеше жақсылық сұрап, ақшамен кезекке тұрады. Бірде жігіт Наннадан бұрынғы қызына оны алдаған үшін сабақ беруін сұрайды. Сол күні кешке оның жаңа жігітін кейбір бұзақылар өлтірді. Сол сияқты басқа жігіт қызды сұрайды және оны серіктестігінің арқасында алады. Сабақтан кейін бір күні Нанна Динодан неге оған әлі де қызмет сұрамағанын сұрайды. Оның өмірінде ешқандай проблема жоқ екендігі оған бір түрлі болып көрінеді. Басқалары оның әдепсіз бай екенін, ата-анасы ешқашан үйде болмайтынын және оның бағасы жақсы екенін айтады. Оның өмірі негізінен мінсіз болғандықтан оған оның көмегі қажет емес. Нанна проблемасы болса, Диноға келуі керек деп мәлімдейді, өйткені оның бәріне шешімі бар. Содан кейін Уан есімді қыз ата-анасына жалған мұғалім хатын жасау үшін Диноның көмегіне мұқтаж екенін айтады. Ол Таиландтан тыс түнгі сапарға шыққысы келеді, бірақ ата-анасының білгенін қаламайды. Жігіттер бұл идеяны жақсы көреді және оған қосылады. Көп ұзамай олар Жапонияға сапар жоспарлай бастайды. Олар Динодан қосылуды сұрағанда, ол шетелге көптеген сапарлардан шаршағанын және әзірге үйде болғысы келетінін айтады. Қалғандары оны оларға қосылуға көндіруге тырысады, бірақ ол орнынан қозғалмайды. Нанна оған бірдеңе дұрыс емес екенін біледі. Мұны білу үшін ол оларға Диноның үйіне кешкі асқа баруды ұсынады. Бұл бассейн, үй кинотеатры, бильярд бөлмесі, гольф бөлмесі және басқа да көптеген ыңғайлықтары бар үлкен вилла болғандықтан, топ шетелге шыққаннан гөрі әлдеқайда көңілді болатыны сөзсіз. Алайда Дино олардың мас болып, ондағы қымбат заттарды сындырып аламын деп қорқып, олардың үйінде болғанын қаламайды. Пап барлық зиян үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға уәде береді және оны оларды бір түнге шақыруға көндіреді. Ол әлі келіспеген кезде олар ашуланып, оларды достары деп санай ма деп сұрайды.
Дина олардың ренжігенін қаламайды және олардың бір түнге қалуына келіседі. Мектепті бітіргеннен кейін ол көлігіне отырады және жүргізушіге үйінің мекен-жайын хабарлайды. Ол жерге жеткенде Диноның ата-анасы оны беделді мектепке жіберу үшін көп жұмыс істейтін шағын бизнес иелері екені анықталды. Ол мектепке алғаш келгенде достарының тек бай балалары бар екенін көріп, оларға бай екендігі туралы өтірік айтты. Уақыт өте келе ол мектепке көлік жалдап, жалған шетелдік сапарларынан тамақ сатып алып, өтірік айтуға мәжбүр болды. Сол сияқты ол достарын өзінің экстравагантты вилласына шақырғысы келмеді, өйткені ол жоқ. Диноның ата-анасы оның бақытынан басқа ештеңе қаламайтын қарапайым адамдар. Олар ұлының қулықтары туралы білмейді және оның жомарт достары оны күн сайын өзінің сәнді көліктерімен үйге апарады деп ойлайды. Сол күні Дино шиеленісті, өйткені егер ол достарын келесі күні үлкен виллаға апармаса, олар оның бірнеше жыл бойы оларға өтірік айтқанын біледі. Өтірігімен осы уақытқа дейін жеткенде ол шегіне алмайды. Ол Наннадан топтық чатта оның үйіне қай уақытта келу керектігін сұрайтын хабарлама алады. Дино бұл тақырыптан қалай аулақ болу керектігін ойлайды, бірақ оның достары кешкі асқа не киетіні туралы айта бастайды. Әңгіме барысында ол оларға жоқ деп айта алмайды. Оның жалғыз жолы Наннадан көмек сұрау. Ол оған қоңырау шалып келесі күні үй жалдағысы келетінін айтады. Неліктен оларды туған үйіне апара алмайтынын сұрағанда, ол әлі де қымбат әшекейлерді сындырғысы келмейтінін айтады. Нанна оны құпия ұстауға уәде береді және оның проблемасына көмектесуге келіседі. Алайда ол жалған сарай үшін 200 мың бат алады. Диноның бір түнге жұмсайтын ақшасы көп емес, бірақ ол онымен күресуге үміттенеді. Ата-анасы өз бизнесіне арналған қораптарды жинауға алаңдағанда, ол әкесінің әмиянын ұрлайды. Ол картаны алмақ болғанда, ата-анасының күн сайын оларды мазалайтын несие берушілер туралы айтқанын естиді. Егер олар келесі аптада оларға 200 мың бат төлемесе, оларды өлтіреміз деп қорқытты. Ерлі зайыптылар жеңілдейді, өйткені олар осы айда несиелерін өтеу үшін жеткілікті ақша тапты. Олардың әңгімесін тыңдағаннан кейін Дино картаны қайтадан қояды. Бірақ содан кейін достарының оны өтірікші және алаяқ деп атағаны оны қайтадан қолына алуға мәжбүр етеді. Ата-анасы ұйықтап жатқанда, ол үйден жасырын шығып, банкоматтан ақша алады. Үйге оралғанда ол әкесімен бетпе-бет келіп, ұсталып қала жаздады. Келесі күні таңертең Дино ұрлыққа шағымданып, ата-анасының банкке телефон соғуынан оянады. Телефон операторы отбасынан шыққан біреу оны шығарған болуы керек деп ойлаған кезде, Диноның әкесі бұған сенуден бас тартады. Дино жай ғана үйден шығып, Наннамен күні бойы өз үйінің алдында кездеседі. Оған ұнайма деп сұрағанда, ол бұл оның үйінен сәл кішірек деп жауап береді. Кейінірек бүкіл топ үйге кешкі асқа келеді. Дино диванда мақтанышпен отырады. Ол қымбат сигара мен гольф алаңын ол үшін жақсы деп санайды. Содан кейін Нанна оларға виски ішуді ұсынады. Ол бір нәрсе жоспарлағандай, оларға қызмет ету үшін қызметшілерді шақыруға бел буады. Фойеде қызметшілер пайда болған кезде, Дино оның ата-анасы екенін көргенде қатты таңғалады. Олар несиені өтеу үшін көбірек ақша табу үшін жұмысқа орналасты. Олар ұлын таниды, бірақ оны достарының қатысуымен атамайды. Нанна оларға ата-анасының суреттерін интернеттен қарауды ұсынған кезде, Дино ештеңе айта алмайды. Оларды тапқаннан кейін оның ата-анасынан гөрі үй қызметшілеріне ұқсайтынын байқайды. Диноның анасы оған атасы сияқты екенін айтып көмектеседі. Осыдан кейін олар асханаға барады. Онда оларға мейрамхана стиліндегі толық мәзірден тағамдар ұсынылады. Олар виски ішкенде, бұл шын мәнінде жеміс шырыны екенін түсінеді. Әкесі Диноға ашуланып, оны ақымақ деп атайды. Ер адам кешірім сұрайды, және олар өз жасында ішпеуі керек дейді. Бұл қатты ашуландырады. Ол Диноның әкесі тек қызметші екенін баса айтады, және одан қызметші сияқты әрекет етуін сұрайды. Оны қорлағаннан кейін, ер адам оларға сусын береді. Ыңғайсыздықты жою үшін Нанна оларға арамшөптерді де шегуді ұсынады. Дино ата-анасы біле алады, бірақ топ тыңдамайды деп оларды тоқтатуға тырысады. Қоғамға ену үшін ол темекі шегеді, ал ата-анасы оны көңілі қалған кезде бақылайды. Бір сәттен кейін әкесінен шарап сұрайды, бірақ Диноның әкесі оған қызмет етуден бас тартады. Олар тым көп ішкен. Баб оларды жұмыстан шығарамын деп қорқытып тағы да қорлайды. Одан қорқып, Диноның анасы әкесі келіспеген кезде де оларға шарап береді. Ол оны кездейсоқ ванға тастайды. Ол оны әдейі жасады деп айыптайды. Бабалармен күресуге дайын болып орнынан тұрады, бірақ Дино оны тоқтатады. Ол бәрін тыныштандырады және достарынан басқа бөлмеге баруды сұрайды. Бір минутқа ол ата-анасымен жалғыз қалады, бірақ анасы онымен сөйлесуге тырысқанда кетіп қалады. Осыдан кейін топ дөрекі қызметшілерге шағымданып, оқу бөлмесіне барады.
Нана оларға сөреден тапқан револьверін көрсеткенде, олар көңіл күйді көтеру үшін көңілді нәрсе жасағысы келеді. Поп бір оқты зарядтайды және оқталған адамға 200 000 бат қояды. Топ қосылып, әр қайсысы 200 000 баттан ставка жасайды. Қолына оқ алған адам миллионнан астам бат алады. Сондықтан Дино өз мүмкіндігін жіберіп алғысы келмейді. Поп бірінші болып келеді, бірақ ол атылмайды. Сол сияқты олардың үшеуі мылтықты қолына қойып триггерді басады, бірақ олар да атылмайды. Нанаға кезек келгенде ол басынан нұсқайды, бірақ ол да оқ алмайды. Ақыры Диноға кезек келді. Әкесі оны тоқтатқан кезде ол өзін атып өлтірмекші. Ол балаларға өз өмірлеріне жауапкершілікпен қарау үшін айқайлайды, өйткені ата-аналары оларды жақсы көреді. Ашуланған Поп оны гольф клубымен ұрып нокаутқа жібереді. Топ реакция жасамас бұрын Диноның анасы араласып, оларды ұрса бастайды. Поп оны револьвердің артқы жағымен ұрып, оны да ұрып тастайды. Дино есеңгіреп қалады, бірақ ата-анасына көмектесу үшін ештеңе жасамайды. Нана ессіз күле бастайды, ал қалғандары күндерге үрейленіп қарайды. Келесі көріністе Дина ата-анасының кешкі ас ішіп жатқанын көру үшін үйіне барады. Олардың бет әлпеті жараланған жаралармен жабылған. Олар күннің оқиғалары туралы айтпайды және оны кешкі асқа шақырмайды. Естелік бізге санаға оралғаннан кейін оларға аузын құлыпта ұстау үшін 35 000 бат берілгенін көрсетеді. Осыдан кейін біз отбасының бейбіт кешкі ас ішіп жатқанын көреміз. Камера бұрын алған ақшасы бар сөмкеге бұрылады. Фильмнің соңы. Осы сериалдың басқа бөлімдерін көріңіз. Сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы.